Үшеулеріңізге ортақ сұрақ, қызғанышсыз махаббат бола ма? Болады, конечно. Болмайды. Жақсы көрген адам қызғанады деп ойлаймын мен, бәрібір де. Менде қызғаныш бәрібір болады деп ойлаймын. Ол деген здоровый қызғаныш болу керек, самое главное. Иә. Сенім мен қызғанышты шатастырып алмау керек негізінде. Сіз шатастырасыз ба? Мен шатастырмаймын. Сіз Сенің бір жерде қандай қызғаныш болады? Сен жақсы көрген адамыңды қызғану керек. Кімнен қызғанасың? Қалай сен жақсы көрген адамыңды қызғанбайсың? Сіз мүлдем Мен айтшы. мен сенімді болатын адаммен ғана өмір сүріп бастаймын да жүріп мысалға. Мен сенемін, что мен әлем. Қалайсыз, Гүлвира? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бәрі жақсы. Сезім үшін тәуекел етесіз бе? Сезім үшін білмеймін, қазір аяқ асты қойылған сұрақ болды ғой бұл. Ойланып көріңіз. Сезім үшін не нәрсеге тәуекел ету керек? Жалпы енді тәуекелге барып жатады ма? Қандай тәуекел? Соған қарай сияқты меніңше. Мысалы, қандай тәуекелге дайынсыз сонда? Сезім үшін ба? Иә. Ал сондай сұрақ болсыншы. Сезім үшін. Ата-анасындегі ол үшін ең күшті әйелмін, менен басқа ешкім қарамайды деген менде сенім болады, сонымен мен жүрем болды. Если мен оны қызғанатын болсам, мен қызғаныш жоқ болса махаббат та жоқ деп ойлаймын. Ама мынандай жігіттің бір жаққа жүрген кезде басқа қыздардан қарап, сөйтіп қалсам маған приятно ше деп ше. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, қызғаныш болу керек, бірақ ол здоровый қызғаныш болу керек. Бірақ деген, ол қызғаныш шектен шығып кетпеу керек. Қызғаныш деген ол андай емес қой, ойбай, сен неге оған қарадың, неге бүйттің деп. Бір-бірлерінен кешірім сұрадыңдар, сол сұрақ саған да шын жүрекпен кешіре алдың ба, негізі кешіре аласың ба адамды? Иә, кешіре аламын. Анау айтқандай проблема емес қой, кешірдің еркек кісі ғой. Иә, мен де ойлаймын, орталарында сыйластық болу керек. Просто кикілжің болып, бір-бірлеріңді түсінбей жатқан шығарсыңдар. Нұрс, қалайсың? Привет, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, шүкір, бізде барлығы. Нормаль болдың ба? Кеше ауырып отыр едің. Жақсы болды, нормально болды. Кеше енді екі паркқа кіре алмадым, өйткені бірден басым айналып. Давлением түсіп кетті ойлаймын енді, бірақ жақсы барлығы. Кеше Мен бірге тұруға тәуекел етемін деп. Неге? Жоқ, ата-анасымен тұрамын, егер жақсы көріп қалсам, егер солай тұру керек болса. Ал негізінде бөлек тұрғым келеді. Бөлек Иә, тұрыңыз. негізі бөлек тұрғым келеді, бірақ мен жақсы көріп қалсам, ол нәрсеге де көнемін. Көне беремін негізі, жақсы көріп қалсам көне нәрсеге. Демек, ата-енемен тұруға қарсы емессіз. Жақсы көрсем қарсы емеспін. Түсінікті. ой, бұл қандай күшті. Кеше сол Ақниетпен сендер бір-бірлеріңе бір шанс беріп едіңдер. Қалай болып жатыр? Шанс болғанда мен тараптан қызығушылық ашылмай жатыр деп айтқан болатын, бірақ Ақниет тараптан қызығушылық пен сезім ашылып жатыр. Енді мен өзімнің қызығушылығымды ашу үшін уақыт керек деген болатын. Енді біз кездесіп едік, алдағы күндері кездесіп осы мәселені шешетін боламыз. Жандәулет келді. Видеоларың бар ма? Видео түсірдіңдер ма? Иә, түсірдік. Шүкір, бір видео түсіріп келдік. Да, қандай жаңалық ұнап жатыр ма? Пока болады жақсы. Да, жарайды.